Армысыздар қазақ бауырларым. Мына қазақ жастарына, інішектерге айтқым келеді. Мына орыстың боғауыз сөздерін қосып сөйлейді бір-бірімен сөйлескенде. Ё-майо дейді бірдеңеге таңғалған кезде, деп тағы бір боғауыз сөзін айтып атады. Оны енді түсініп отырған шығарсыздар. Чё там дейді бір-біріне бірдеңені сұрағанда. Ұят емес пе? Қастарында орыстар тұрғанда солай сөйлесіп атады бір-бірімен. Орыстар ойлайды ғой, өзі қазақтардың өздерінде сөздері жоқ па деп. Біздің боғауыз сөздерімізді мода қылып алған ба деп ойлайды ғой. Намысты ойласаңдар кішкене, өзімізде де сөздер бар ғой. Таң қалғанда айтатын сөздер бар, жетеді. Оны енді мен айтып үйретпей қояйын. Өздері де білесіңдер өздерінде. Біле тұра айтпайсыңдар. Өз қазақ тілдерінде менсінбейсіңдер ма? Мода қылып алғансыңдар ма әлі? Мода қылып алған ғой, мода қылып. Біреу солай сөйлесе кетеді, солай мода қылып. Бір-бірімен сөйлескен кезде брат деп, братан деп сөйлеседі. Бауырым деп қазақша айтыңдар. Қандай тамаша естіледі, бауырым деген сөз. Боғауыз сөздерді, орыстың боғауыз сөздерін алып тастаңдар тілдеріңнен. Қазақтың тілін тазартайық. Ұят болады, анау қастарында орыстар тұрған кезде орыстар күледі. Өзімізде тамаша сөздер бар ғой. Енді анау боқта, енді ашуланған кезде, қатты ашуланғанда кез келген адам боқтап жүріп жатады. Орысша болсын, қазақша болсын, ол түсінікті жағдай. Енді жай сөйлескенде таза сөйлесейік те. Орыстың боғауыздарын қоспай. Мәдениет жағына ұмтылайық кішкене. Ұят қой мынау, масқараға. Орыстардан ұят. Намыс болу керек қой, олар сыртымыздан күліп табалайды ғой. Намысты ойласаңдар кішкене ойлан.